Сәлеметсіңдер ме балалар? Адалдық дүкеніне қош келдіңдер. Бұл дүкен балалар ерекше дүкен. Себебі бұл жерде сатушы болмайды. Біз осы жердегі тауарларды қарап, жазылған бағаға сәйкес теңгемізді кассаға төлеуіміз қажет болады. Кәнекей бері келіңдерші, қараңдар, мына жерде түрлі тауарлар бар. Былай қарасаңдар, ол тауарлардың қасында бағалары жазылып тұр екен, көрдіңдер ме? Мына ойыншықтар, оның қасында бағасы жазылып тұр. Кеңсе тауарлары, кітаптар бағаларымен тұр. Ал мына жерден сендер жемістер мен жидектерді алсаңдар болады. Олардың бағалары мына жерде көрсетілген. Ал мына жерде сүт өнімдері, нан өнімдері. Аспазшы біздің нан өнімдерімізді ыстықтай сіздерге дайындап береді. Мына жерде балмұздақ машинасы бар. Ал мына жерде балалар, келе қойыңдар, тәттілер бар екен, көрдік пе? Ал мына жерде сендер ыдыс аяқты алсаңдар болады. Оның бағасы қасында жазылып тұр. Өздерінің сөмкелеріңден осы заттарды, өз қалаған заттарını алып, мына жерде бізде касса бар. Осы кассаға әкеліп саласыңдар. Түсінікті ме балалар? Ал мына жерде заң мен тәртіп иесі сіздердің әділ сауда жасағандарыңызды қарап тұрады. Түсінікті ме? Ал ендеше келе қойыңдар, дүкенімізге саяхатты бастаймыз.